Цифрлы экранның шырмауында қалған балалар. Ата-аналардың балаларына қатысты проблемалы жайдың бірі баланың телефон, планшет, компьютер тәрізді нәрселермен уақыт өткізу мерзімі. Аталмыш құралдарға баланы жолатпау оңай емес. Қазір ата-ананың бала үшін қолынан келер бар жақсылығы олардың экран алдында өткізетін уақыттарын бақылауда ұстау болып тұр. Бала мен ата-ана арасындағы кикілжіңнің көбейе түсуінің басты арнасы балаға дұрыс және дер кезінде шектеу қойылмауында. Реті келгенде шекті білуге мәжбүрлік балаға қиын тиетін шығар. Ал шек қойылмаса, ол шектен шығуға рұқсат етілсе, ата-ананың көп кешікпей одан да зор проблемамен бетпе-бет келетін сөзсіз. Қазір қалалық өмірмен бірге көптеген бала отбасы мен ағайыннан алшақ қалды. Баланың 0-2 жас аралығында үйде ата-анасымен бірге өмірге қадам жасауы маңызды. Одан кейін ойын түрлері арқылы тәрбиесіне үлес қосу. Одан әрі, яғни 3 жастан кейін болса, енді дайындық сынып және қатарластарымен әрі оқуға, әрі қоғамдық өмірге араласуы қажет.